Сәлем достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз менің шәкіртім Ұлбикемен бірге тікелей эфир өткіземіз. Бұл тікелей эфирде Ұлбике өзінің IELTS-ты қалай жүріп өткенін, қалай тапсырғаны туралы айтып береді. Өздеріңіз білетіндей, Ұлбике 18 февральда IELTS тапсырды және оның overall результаты 7,5 балл болды. Керемет, иә? Құттықтаймыз тағы да бір рет. Listeningнан 8,5, readingнан 7,5, speakingнан 6,5 және writingнан 7 деген балды алды. Қазір мен көрейін, қосылып жатыр ма екен, сосын сразу бастап кетеміз, иә? Қазір көрейік. Окей, Ұлбике осындай екен. Қазір шақырамыз қол шапалақпен. Ұлбике қосылып жатыр екен қазір. Окей. Ұлбике, hello! Hi. How are you doing? Great. Wow, so happy to see you, happy to hear you. So let's get started. Қалайсыз? IELTS-ты тапсырып, өзіңіз сезіміңіз қандай? Деп үлкен бір жүк түсіп жатыр. Расслабиться етіп қалдым ғой, бітіргеннен кейін. Түсінікті. Я енді жаңа айтып жатырмын, бізде Ұлбике примерно 4,5-5 айдай дайындалды. Оның где-то бір 4 айы группада болды, 1 ай жекеге жазылды. Және де overall балл, конечно, біз ойлағаннан да көп алды, негізі 7,5 алды. Бірақ әлі де таласып көреміз, енді оны кейіннен айтамыз, конечно. Қай жағынан, қай секция туралы айтып отқанымызды. Сондықтан да құттықтаймыз, тағы да 7,5 балл деген бір өте үлкен жетістік. Бірінші рет тапсырып, сонда 7,5 балл алу деген өте бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан да тағы да құтты болсын, бұл сіздің таза еңбегіңіздің жемісі. Құтты болсын. Енді сұрақтар өте көп. Жайлап бастайын, иә. Бірінші сұрақ, неге IELTS тапсырам деп шешім қабылдадыңыз? Не үшін керек болды сізге? Бұнда көбісі сұрап жатыр ғой, шетелге кетейін деп жатсыз ба, оқуға түсейін деп жатсыз ба, сондықтан тапсырдыңыз ба деп. Негізі бұл жай ғана қызығушылықтан тапсырып көрдім мен өзімді сынау үшін. Себебі басында мен интермедиатты оқыдым ғой, 1 жылдан аса, одан аппа интермедиатты оқығым келді, бірақ сізде жаңағыдай топ басталып кетті. Ал маған ары қарай оқуды жалғастыру керек. Әртүрлі курстарды көрдім, көңілімнен шыққан жоқ. Сөйтіп ойланып келіп, сіз IELTS-қа топ ашып жатырмын дегеннен кейін ілініп кеттім. Out of curiosity. Жай ғана. Рискованный человектер, челленджді жақсы көретін. Өте керемет. Көбісі сондай сұрақтар келіп жатыр. Неге тапсырды деп. Енді оны өзі уақытында білесіздер, главный берекелі болсын деп айтамыз, сертификат. Қалған нәрсе бола береді өз уақытында. Окей, енді жаңағы дайындалу барысын айтайық. Тағы да бір сол сұрақтардың ішінде жалпы дайындық қалай жүрді деп Майра сұрақ қойыпты. Дайындық толықтай Ася Серікқызының курсында болды, өзі жүйелі түрде. Бірінші рейтингнан бастадық, яғни рейтингнің өзінен өте көп қиындық болды менде. Мен ойлаймын, бәлкім мен деңгейім бір жағынан үлкен не болды ау деймін деп, блок болды ау деймін деп. Себебі ол жерде мәтіндер, мен оқып жүрген махаббат, сторис, новелс емес қой енді. Ол жерде барлығы ғылыми мақалалар, кәдімгі бір ғылыми жұмыстан алынған бөлімдер, сондайлар болды. Оларды түсіну, одан кейін олардың синонимдерін табу, және сұрақтың төркінін түсіну, не туралы сұрақ болып жатыр, менен не қалап отыр жаңағы сұрақта деген секілді. Соларды түсіну қиын болды, бірақ уақыт өте келе практикамен негізі ол да шынымен скилл екен. Дамиды, үйренуге болады. Сол болды. Одан кейін бізде райтинг болды. Екінші райтингнан бастадық. Енді бұл жерде алдында ридингнан қиналғанымыздың барлығы жайына қалды. Ридинг туралы тағы да бір айтып кетейік. Былай қарасаңыздар, Ұлбике өте ағылшынша өте кітапты көп оқиды. Енді бір айда, 5-6 кітапты оқып тастайтын шығар ағылшын тілінде. Соның өзінде сондай қиындықтар болды. Өйткені жаңа өзі айтып өткендей, бұл жаңағы ғылыми мақалалар емес, жаңағы махаббат туралы сондай керемет бір оқиғаларды оқитын, бірақ сонда да ол бірақ көмектесті деп ойлаймын. Соның өзі де сізге көмектескен сияқты. Өйткені егер мүлдем сіз оқымаған болған болсаңыз, мүлдем ол кезде мүмкін результат мүлдем нашар болар ма еді деп ойлаймын. Сол по-любому ол көмектесті деп ойлаймын.
мен қанша қиналсам да бірақ ана мәтіннен жеріп кету ондай болған жоқ та, керісінше қайта оқып неге түсінбей жатырмын, неге ол жақ ондай болып шықты деген секілді сондай қызығушылықтан көбірек көмектесті. Оқуға деген махаббат жеңіп шықты деймін да, қиындықты. Иә. Иә, бұл жерде көп нәрсе байланысты ғой, әрине, дұрыс айтасыз. Енді listening 8,5 қалай болды? Listening негізімен қалай алдыңыз 8,5-ды деген сұрақтар мына жақта көп. Мен үшін өте ең оңай бөлімдердің бірі болды. Себебі мен өте көп тыңдаймын, ағылшын тілінде кино көп көремін, подкасттар тыңдаймын, белсенсіз түрде де тыңдай беремін, өте көп тыңдаймын шынымен де. Бірақ жаңағы белсенді түрде тыңдауды осы IELTS-қа дайындық кезінде бастадық. Әсел Серікқызы бізге IELTS-тың 5-ші кітабынан 17-ші кітабына дейін берді. Оның әрқайсысының ішінде 4 тесттен бар. Соны кем дегенде күн ара жасап отыру керек болды. Ең бірінші жасаған кезімнің өзінде мен қателеспесем 8 алғанмын. Ең біріншісін өзім істеген кезде. Кейін ары қарай түсі көтерілді. Сөйтіп listeningнан ондай қатты қиналған жоқпын. Себебі жаңағыдай жиі тыңдағаннан кейін ол оңай болды. Енді оны бүйтіп қатты қиналдым, түсінбей алдым деген болған жоқ. Бірақ өзім кейін орындап болғаннан кейін нақты 3 қате жібергенімді сездім. 2 сөзді жіберіп алдым, себебі ол жақта жаңағы бір спичта өте жылдам сөйледі. Сондай болады. Мысалы, біреуінде жай сөйлейді да, асықпай тыңдап отырып жазып отырасың, асықпай қаласың, ал екіншісінде жылдам жібереді. Сол кезде ілесіп үлгермей қаласың. Солай мен бірінші бөлімнің өзінен бір сөзді жіберіп алдым да, шамамен осылай болады-ау деп жаздым, бірақ ол тура сол сөз болған жоқ, соған сенімді болдым мен. Екіншісінде де сондай болды, сондай сәт. Одан кейін үшіншісінде менде ең көп үлкен қателер болатын. Мен ана компьютерде жазып үйреніп қалғаннан кейін компьютердің өзінің автокоррекциясы бар ғой, ол автоматты түрде өзі жөндейді. Сондықтан да одан бүйтіп онша мән бермейтін да, мысалы жазам, компьютер өзі жөндей салады. Ал IELTS-та ондай жоқ қой. Сондықтан да сол жерден мен бір спеллингнан қате жіберген шығармын деген сондай қорқыныш болды. Онымен де біраз жұмыс жасадым, бірақ одан кейін чек-лист деген айттым ғой сізге алдында, чек-лист деген сөз болды, мен соны жаздым. Вот сол сөзге мен бір 3-4 минут ойланған шығармын. Бұл сөз бірге жазылады ма, бөлек жазылады ма? Қазақша, орысша айтқан кезде біз бөлек айтамыз, вот чек-лист деп. Бәлкім сызықша арқылы жазылатын шығар деген секілді. Сол біраз ойлар болды, сөйтіп мен бөлек жаздым, не деп болатын шығар деп. Және сол IELTS-ты тапсырып біткеннен кейін бірден Google-дан сол сөзді іздедім, сөйтсем бірге жазылады екен. Бірден білдім, вот қате жібердім деп ойладым, расымен де сол 3 қате болған сияқты, одан артық қате болмаған болу керек. Иә, бұл жерде енді тағы да айтып өтетін нәрсе, егер де сіздерде мысалға listening төмен болатын болса, значит біз аз тыңдаймыз деген сөз. Бұл жерде listening енді Ұлбикенің бұл енді жаңағы ең күшті жағы, ең супер жаңағы скиллы. Өйткені шынымен де өзі айтып отқандай өте көп тыңдайды. Сондықтан да бұл жаңағы IELTS курсқа келіп алып, менің жаңағы IELTS listening дамып кетеді деген нәрседен алшақ болған дұрыс. Өйткені барлығы ол қаншалықты бұрын, қаншалықты тыңдап жүрсеңіз, соншалықты сіздерде тыңдау керексіздер. Өйткені IELTS-та тек қана техника, стратегия беріледі. Ол жерде мысалға келіп алып, менің жаңағы listeningімді көтеріп беріңізші деген нәрсе болмайды. Ол жерде жүрмейді. Сондықтан да сіздер, егер де listening, reading жоғары болсын десеңіздер, сіздер көп оқу керексіздер, және де көп тыңдау керексіздер. Вот и весь секрет. Окей, енді келесі writing-ге көшейік. Writing-ге қалай дайындық болды? Ойбай, райтингда өзім айтқанда айқай-шу болды. Менде writing skill негізі мен өзім көп жазам ағылшынша, бірақ ол әдетте бейресми ағылшынша. Мысалы, кітап күнделік жүргізу, өзімше қысқа эссейлер жазу бір нәрсе туралы. Ал IELTS-та ол академиялық. Ең бірінші бөлімінде жаңағы бір график беріледі, соны сипаттау керек. Және бұл жерде ең үлкен жаңағыдай қиындық немесе ең үлкен минус, мысалы мен гуманитариймын да, және мен сандармен тіптен дос емеспін, маған өте қиын. Тіпті жай ғана қарапайым бір нәрсені сөйтіп ойладыңыз, қиын деп ойладыңыз басында. Иә, бәлкім алдын ала сондай өзіне блокта қойған шығармын. Сондай болды. Сол басында writing тест бірде өте көп үйренгенше, түсінгенше көп қателер болды. Алғашқы жазғандарымыздың барлығын, мысалы, Әсел Серікқызы менікін 4-те 5-ке бағалады. Одан артық бере алмаймын деп, бұл шынымен де солай болды. Ал кейде мынандай болады, мысалы, мен өзім күшті жазған сияқты болғанда, бір 7 алу оңай сияқты болып көрінеді, бірақ шындығына келген кезде ол жақта өте көп қателер болды. Ол тек қана жай ғана сипаттау емес, оны дөп түсіп сипаттау керек та. Мысалы, ұшты, төмен түсті, қаншаға түсті, өзінің сай сөздігі бар. Жаңағы синонимдер бар. Одан кейін
дұрыс ретімен сипаттауы бар. Мысалы, бірінші жылдан кейінгі жылға қарай, биіктен жоғарыға қарай деген секілді. Соның барлығын ескеру. Бірақ осы writing task бірдің арқасында менде аналитикалық ойлау өте керемет дамыған сияқты. Мысалы, кез келген кестеге қарап, бірден уже general description'ды беріп, значит, мынандай болған деген секілді ойлану сондай қабілетін дамытты. Ал бұрын мен жаңағы графика бетіне қарап отыра беретінмін, түсінбеймін да, мысалы, тұр график сандап тұр, жаңа проценттер тұр, басқасы тұр, болды, ары қарай ештеңе жоқ. Ал қазір оны ойлауға болады. Қалай болды, не болды, түсінуге болады. Расшифровкасын жасауға болады. Сол. Бірақ өте көп қиналдық. Біз топта оқыдық. Топта оқыған кезде бәріміздің әрқайсымыздың жылдамдығымыз әртүрлі, қабылдауымыз әртүрлі. Біреуіміздің логикамыз мықты болса, сөздігіміз әлсіз, біреуіміздің сөздігіміз мықты болса, жаңағы coherence пен несі, сонсын төмен деген секілді бір-бірімізді толықтырып отырдық деп ойлаймын сол жақта қатысқандардың барлығын. Бірақ жаңағы writing task бірді, бірақ мысалы мен IELTS-тың өзінде 20 минутта, ровно 20 минутта бітірдім да, сол кезде өзім таңғалдым, себебі бұрын мен 2 сағаттай орындайтынмын, шыны керек. Мен 1 сағат 1 ба дейін жазамда, бір демалып келетін, себебі басым сынып кетеді да. Кейін отырамда 2-ші ба дейін жазатынмын. Кейін соңына қарай уақытына қатып солай жасадым. Содан жақсы орындаған секілді болдым. Маған линия түсті, line graph түсті, жібердім сізге, жаңағы car owners туралы. Сол ең бірінші өткеніміз сол line graph етін, сондықтан да оны ең бірінші болғаннан кейін, ол менің ойымда өте жақсы сақталды да, ол бірінші тәжірибе болғаннан кейін, ең бірінші мен танысқан графика болғаннан кейін, сондықтан да оның сөздігін де жақсы жаттағанмын, сонымен шамамен осылай болады-ау деген секілді алып жаздым, үтірлерін тексердім. Молодец. Жіберетінім, punctuation қате жіберетінім, қоймайтын жерге қойып, қоятын жерді тастап кетіп, сондай. Бірақ, сол бірінші writing-ді үйрендім деп айта аламын. Өзіңіз айтқандай, жаңа басында шынымен де 5 балл, күнде 5 балл уже Улбеке уже бетіп келеді. Уже сабаққа келгісі келмейді. Күнде айтады. Бірақ кейін соңғы жазған кездерде уже мен де айттым ғой, мынау енді керемет, мынау жеті, мынау уже өзімді ұстадым былай. Қазір айтпайыншы еш нәрсе. Кәдімгідей жеті болғаны кәдімгідей көрінді, өйткені прям в точку попадали, прям енді керемет. Мен өзіме соңғы жазғандарыңызды бір айда енді жеке дайындалдыңыз ғой, сол кездегі жазғандарыңыздың бәрі өте керемет болды. Неге ондай болғаны өзіме де сұрақ, негізі группада сөйтіп жазуға болар еді ғой деп қой. Бірақ жекеде мен өз ойлаймын, негізі сондай адамдардың өзінің қабілеті болады. Мысалы мен топта онша ашыла алмайтын сияқтымын. Басқалары қарап, кішкене қысылу болады, одан кейін басқалардың көз алдында сыни көз болады. Қалай ойлап қалады деген секілді басқа адамдар туралы көбірек ойладым да, ал сізге жазылдым, менде солай бірден жаңағы блоктардың барлығы кетті. Бірақ маған үлкен көмек болғаны әсер қызы, сіздің андай өтірік андай ала аласың, сен мысалы күшің жетпесе де өтіріктен бір жоғарғы балды уәде беру, сол балға ондай болған жоқ та. Мысалы менікі таза 5 болса, сондай болды. 5 не істейсің алды? 5 болды. Ол рас. Қабылда деп, соны қабылдау. Айтады ғой, жақсы нәрсеге талпын, бірақ жаман нәрсеге де дайын бол деген секілді. Сондықтан да мен одан жаңағыдай 7 балл алам деген негізі менде ондай болған жоқ. Мен жаңағы 6-5 алсам, соның өзіне өзім риза боламын деп сөйткенмін. Бірақ солай 7 алып кеттім. Молодец, супер. Это writing-нан 7 деген сөз, это вы полностью на 7 написали деген, это прям супер, это самый высокий балл. Енді өшеде орысша қосылып кеткен. Қазақстан бойынша 7 деген енді керемет. Оңай болған жоқ, логиканың бәрі дамыды, енді ол жағынан супер. Енді кейін сіздің бір айтқан сөзіңіз бар, біз дайындалу барысында. Любой графикті көрген кезде көзіме line граф елестейді дегенге мен таңғалдым. Даже процессті берсем де, бар чартты беріп жатырмын, сіз айтасыз, мен көзіме line граф елестеп тұр деген сол қалай, сол таңғалдым мен соған. Бірақ негізі келеді ғой бәрі. Бәрі ұқсайды ғой бір-біріне негізі, бірақ сол енді ең бірінші үйренгенім сол line graph болғаннан кейін мен бәрін соған салатынмын ойша, соған салып, сол кезде маған оңайырақ болатын. Былай тұрса, бәрібір жаңағыдай қорқыныш. Бірақ не дегенменде не ғой, блок қой ол, мен түсіне алмаймын, кішкене қорқамын, бәлкім түсінбей қалатын шығармын деген секілді өзім солай жасадым да. Ал line graph қойсам, оңай болды. Writing task-ге ол жақтан мына жерге сұрақ қойып жіберді. Map пен процесс туралы сұрақ қойған екен, test in KZ деген логинмен.
мәп процесс жазу қалай болды? Қиын, негізі ол қиын ғой деген біраз сұрақтар болды. Соны қалай меңгере алды ма, түсіну қалай болды деген сияқты сұрақтар болды. Негізі процесспен мәп ондай қатты қиын емес, Ұлбике? Ондай қиын емес. Себебі лайн графта, бар чарт, пай чарттың барлығында сандарды, ояқта сандарды көрсету керек. Мысалы, мынанша пайызға өсті, мынанша азайды деген секілді. Ал мәппен жаңағы процесс, ол көбінесе жаңағы сөз көп қой олда ешқандай сан жоқ, ештеңе қорықпайсың, көрген нәрсеңді сипаттап қана жазасың. Мәпта бізде 3-4 түрлі мәп жаздық. Біз бір айлендтің өзгергендігін жаздық, бір офис румның өзгергендігі туралы жазған болатынбыз. Сол жақта мысалы көп нәрсе түсініктірек болды. Жоқ, мәптің процесс қиын деп айта алмаймын, негізі ол керісінше оңай. Дұрыс айтасыз. Окей. Салыстырмалы түрде оңайырақ. Окей. Енді келесі writing-ге көшейік. Writing task 2 қалай болды? Қалай? Маған writing task 2, мен writing task 1 қиын болды десем, writing task 2 одан да қиын болды. Себебі writing task 1-да барлық ақпарат көз алдында, сен тек қана оны сипаттау керексің, болды. Ал writing task 2-де үлкен қиындық, сен өзіңнің ойыңнан шығару керексің, жаңағы идеяны шығару керексің. Мысалы, беріледі бір statement, сен сонымен келісесің, келіспейсің, немесе не ойлайсың, яғни өзіңнің пікіріңді әдемі жеткізу керексің, да? Ол жерде жаңағыдай дөп түсу керек, басқа жаққа қарай кетіп қалмау керек. Басында менде өте сондай көп болды, жаңағыдай басқа темаға кетіп қалу. Бір ойды бастап келе жатып, басқа ойға қарай көшіп кету. Себебі сөйлеген кезде де бізде сондай болады ғой, бір нәрсе айтып жатамыз да, басқа нәрсе есімізге түсіп кетеді, сол туралы айтамыз. Ал writing-да тек қана, екіншісінде тек қана өзіңнің ойыңа берік болып, соның айналасында ғана әңгіме болу керек болды. Сосын жаңағы неде IELTS-тың өзінде IELTS-қа дейін дайындықта, мысалы, топта маған қиын болды. Writing task 2-де мен кішкене қиналдым, түсіндіре алмадым, шығара алмадым. Мысалы, жаңағыдай болды ғой, жануарлардың жерден жойылуы. Қалай ойлайсың? Мысалы, мен ол туралы қазақшада ойламаймын ғой, бұл жануарлар өліп жатыр. Не болып жатыр? Ал оны ағылшынша жеткізу керек. Сол кезде сондай ойды шығару процесі маған қиын болды. Ал writing task 2-ні IELTS-тың өзінде мен жаңағыдай үлкен қате жібердім негізі. Басында тақырыпты оқып алдым да, сұраққа онша мән бермедім. Сөйттім да өзімнің жаңағы жазып бітірдім. Жаңағы ғой, біріншісін 20 минут бітірдім, ақыры 40 минут бар ғой. Екіншісінде 20 минутта жазып бітірдім да, 20 минутта. Сөйтіп conclusion жазған кезде сұраққа тағы бір қарадым. Сөйтсем, жаңағы conclusion мен сұрағым екеуі сәйкес келмей тұр. Сонымен паника басты. Сұрақта қандай болды? Сіз қалай деп ойладыңыз? Сұрақта to what extent do you agree деген болды. Сіз қандай эссен түрін жаздыңыз? Discuss both views деп екі тараптың да жаздым. Екі тарапын жаздым. Біріншісіне плюсын, екіншісіне минусын жаздым да, өзім минусымен келістім. Ал жаңағы қайттан сұрақты оқыған кезінде ойла, бұл discuss both views емес қой деген кезде жаңағы алдында айтқан едіңіз ғой, сіз басқа қыздарда уайымдағанда қолдары дірілдегенде, сол кезде вот қолым дірілдеу сол кезде болды ғой. Дедім да бірінші несін body one. Ол кезде қанша уақыт қалды экзаменнің бітуіне? 15 минут қалды. 15 минут қалған кезде маған сол озарение келді, мен бүлдірдім деген. Мен кішкене паника болдым да, соң қой 15 минутта барымды істеп тастайын дедім да, сөйтіп бірінші bodyді өшіріп тастап, бірінші bodyді қайттан жаздым. Ол bodyді жазғаннан кейін, оны уже introduction'да да өзгерту керек, и conclusion'да да өзгерту керек та, ол ақпаратта. Introduction өзгерттім да, conclusion'да өзгерттім. Жаңағы 10 минут қалған кезде экранға қызыл болып шығады да, 10 минут қалды деп. Оның өзі жаңағы стресс. Ойла 10 минут қалды деген. И соңында 3 минут қалған кезде мен бітірдім да, кейін үтір нүктелеріне бір қарап шықтым. И соңында жаңағыдай солардың барлығын тексеріп, нүкте қойған кезде жабылды ғой, writing session. Сол негізі writing-дан кейін мен қатты өзім тастап жібердім. Кейін бері қарай шықтым да, болды, мен былықтырдым. Даже 5-ке де жетпейтін шығар ол. Сонда уже өзімді ішіне жеп тастадым да, кейін спикингқа келген кезде сол ойымның барлығы writing-да былықтырдым деген сондай мен кірдім спикингқа.
райтингда енді кәдімгідей жүргізуде ЧП болған екен, иә, сізде. Бірақ сонда да өте керемет алып шыққансыз. Бір 15 минуттың ішінде жазып шығу, қайтадан жазып шығу дегенін өшіріп, бұл өте бір, не знаю, это до такой степени вы skills наработали деген сөз, оңай өшіріп тастап, оны жазу, енді сөйтіп жет алу, это өте керемет, прям я прям горжусь, не могу. Горжусь не могу. Да, бөлек ассоциациялаған кезде компьютерлердің кейборды не дейді, дауыс шығарады да, шиқыл дейді. Стресс, иә? Да, сол. Менімен бірге тағы 3 адам тапсырды ғой. Біз екі адам бір-бірімізге былай ақ қарап отырдық та. Сол райтинг басталған кезде, мысалы, listening мен readingда біз өзіміз наушникпен отырдық, кішкене тыныш болды. Ал райтингда бәрі жазып бастады ғой. Сонымен тарсылдатып жазып жатыр. Андай ой, олар қалай жылдан солай тарсылдап жазып жатыр. Мен пока әлі ойланып жатырмын ғой, оны әлі ештеңе жазған жоқпын. Бұлар уже жазып кетіп жатыр ғой деген кішкене сондай да қорқыныш болды да. Кішкене distraction болды. Содан аналардың жаңағы тықыр етіп жазып жатқандарынан. Как будто бір қатырып жатқандай. Иә, как будто біреу жаңағыдай опять өзіп жатыр, мен қалып баратырмын деген қорқыныш. Солай болды, бірақ иә, ровно уақытында бітірдім да, бірақ негізі ойлаған жоқпын жетіп отыр. Мен расымен де бір 5-ке әрең жететін шығар деп ойладым, себебі дұрыс түсінбей қалдым ғой, кейін қайтадан. Сонда да сіз дұрыс жазып шыққансыз. Иә, сонда дұрыс жазып шыққанмын. Одан бөлек Әсел қызы, мен сұрақтардың барлығын жаттап алуға тырыстым. Кейін шыққан кезде сізбен жаңағы соның барлығын дисау үшін. И шыға салысымен жаңағыдай мен өзімнің қателерімді бірден интернеттен іздедім ғой. И жаңағы екінші райтингнің тақырыбын интернеттен іздедім да, сол кезде sample essays шығады ғой. И жаңағы 6-5-ке жазған эссенің самплы шықты да, оқыдым да, ойбай, мен мынаған да жеткізген жоқпын, менікі 6-5-те болмайды ғой. Оған да жетпеді ма деп қатты сөйтіп одан сайын өзімді сөйтіп жедім. Эмоция болды сондай. Иә. Ол бірақ негізі опять же да IELTS ол жазылған эсселерді негізі интернеттен қараудың қажеті жоқ, өйткені олар 6,5 деп жаза береді. А на самом деле ол өте төмен деңгейде жазылған. Ешкімде жаңағы интернетте, особенно Google'да бір 8-ге, 7-ге жазылған эссені ешқашан ешкіммен бөліспейді. Сондықтан да ол Google'дан олай іздеп қараудың өзіңді жеудің қажеті жоқ негізі. Бірақ енді сондай болады, тексеріп көрдіңіз ғой, енді мен не істедім, олар не істеді екен деп. Бірақ егер де солардың естесін қайттан оқып шықсаңыз, сіз түсінесіз неге сіздікі жеті, олардікі төмен екен. Иә, анализ керек, опять же. Иә, молодец, енді өте керемет, құтты болсын тағы да. Енді ол енді барлығына жерде жазып жатыр, ол райтинг 7-0 с первого раза деп қыздардың бәрі мына жерде мөлдір деп барлығы солай сұрақ қойып жатыр. Енді жауабын бердік деген үміттемін, иә. Опять же, ол жерде көп қатты әсер еткен сол практика ғой, практика жаза беру. Опять же да, райтингнан егер де сіз балыңыз төмен болатын болса, опять же, значит, ол практика жоқ деген сөз. Значит, сіз практика жасамаймыз, жазбаймыз деген сөз. Бірақ, опять же, Ұлбекенің жағдайында, Ұлбеке жазып жүрген қыз, бірақ ол тіпті ғылыми эсселерді жазып жүрген қыз емес, иә, сондықтан қалай кетті. Ғылыми эсселерді жазып жүрген жоқ, сіз тек қана жаңағындай күнделікті ойыңызды жазып жүрген адамсыз ғой. Сондықтан да бұл жерде оның да сіздің жаңағы жазып жүргеніңіздің бір көмегі болды деген ойдамын. Өте керемет. Сосын енді келесі speaking. Ал осындай қобалжу, нерв болдыңыз, жаңағы бәрін құрттым деген идеямен спикингге келдік. Спикинг қалай? Қалай болды? Спикингқа дайындық, спикинг клаб болды. Әсел қыз ашқан болатын. Қателеспесем, қыркүйектен біз жаңа жылға дейін сұрақта аптасына бір рет жиналдық. 2-3 сағат бізде IELTS форматында спикинг болды. Сол өте жақсы көмектесті. Себебі форматпен танысу үшін. Себебі ағылшынша сөйлеп отыра бересің ғой, мыжып, әртүрлі тақырыпта. Ал ол жақта уақытпен қысу болды, дөп сөйлеу, қатемен жұмыстар болды. Одан кейін бір-бірімізге экзаменатор ретінде қарап үйрендік, бір-бірімізге баға беріп, бал қойып, қателерімізді байқап сөйтіп үйренген болатынбыз. Сол өте жақсы үлкен болды сол жерде. Одан бөлек сіз бізге не бердіңіз ғой, фразалық жетістіктердің PDF-ін бердіңіз. Жаттадық және жұпқа бөлдіңіз. Сол жұппен менің жұпым Жанна Тиче болды. Ол кісімен де кездескен кезде де жаңағыдай ол кісінің өзінің құрастырған мысалдарымен мен өзімнің құрастырғанды салыстырып, менікі сәл төмен болса, соның деңгейіне көтерілуге тырысып, бұл жерде жаңағыдай
топтықта жұптықта жұмыс жасаған үлкен жақсысы ол сенен деңгейі жоғары адаммен жұмыс жасасаң соған әйтеуір жаңағыдай бір-бірінен үйренеді. иә соған әйтеуір жетуге тырысасың да, сондай болды. Сол жаңа тичердің де жасаған мысалы сөйлемдерінің барлығы менің есімде да, есімде қалып кетті. Вау, осындай өйстіп сөйлем құрастыруға болады. Менің жаңағы ойым бәрі жаңағыдай ғой, любовь и голуби. Мысалдардың бәрі сондай ғой. Ал оныкі более академический еді мысалдар, мысалы жаңағы полиция біреуді арестовать етті, мына жақта мынандай нәрсе болды, ал мен болса ойымның бәрі басқа нәрсе. Содан түзелдім да, сондай жақты көбірек ойланып, бұл IELTS-тың спикингта да, райтинг, ридинг болсын, барлық бөлімде де үлкен нәрсе ол ойлау жүйесі, басқаша ойлай бастайсың, кеңірек ойлай бастайсың. Кәдімгі мен жаңағы тюнинг жасалады. Бір ойламаған тақырыптарды ойлап, сондайды осылай да ойлап көруге болады екен ғой деген бір басқаша көзің басқаша ашылғандай болады да, как будто басқаша түстер ашылғандай болып. Басқа бір әлем. Сондай болды. Одан кейін спикингнан әсел қызмен біз кейін жеке дайындалған кезімізде 1 сағаттың 20 минутын спикингқа арнаған болатынбыз. Сол жақта да бізге жаңа маған не бердіңіз, фидбэк беріп отырдыңыз, мен сол қателермен көбірек жаңа IELTS форматында бұрын сөйлемеген тақырыптарда бізде дискашн болды, идеялар болды. Одан бөлек маған өте үлкен көмек болған әсел қыз есіңізде болса, біз мен 3 бөлімін тапсырып шыққаннан кейін мен сізге хабарластым ғой, сіз жаңағыдай кішкене warm-up жасайық деп екеуміз бір 15 минут телефонмен кішкене сөйлестік. Себебі менде бірден ашыла алмаймын да, бірден сөйлесіп кішкене қысылам, и соңынан біраз ашылып жақсы нәрселер айтамын. Сондықтан кішкене сондай warm-up болсын деп екеуміз 15 минут сөйлескен едік. Сол сөйлескен кездегі сұрақтарыңыз, сол сұрақтар келген жаңағы спикингтан. Advertisement келді, иә, солар келді. Native speaker'ның экзаменаторым компьютер-based болды, мен Zoom арқылы тапсырдым. Бұл жерде жаңағыдай 4 адам болғаннан кейін мен 3-ші болып кірдім, и ожиданиені адамды жеп қояды ғой. Уақыт өтпей жаңағы бір адам кіреді, ол қалай тапсырып жатыр екен, не туралы сөйлесіп жатыр екен деп жай ғана күтіп отырғанның өзі үлкен стресс. Кіріп шықсаң жақсы да, бір кіресің шығасың болды. Ал жаңағыдай күту болды да, менде жарты сағаттай күту болды. Сыртқа шығуға болмады, жаңағы осы жақта отырыңыз, осы жақта болыңыз, көз алдыңызда ешкіммен сөйлеспеңіз, отырыңыз дегеннен кейін жаңағыдай ойыңды да басқа жаққа қарай ауыстыру мүмкін болған жоқ. Бірақ барынша өзімше ойша, өзіммен өзім сөйлесіп, сөйтіп жүрдім. Кірген кезімде жаңағы Zoom-мен ағылшын, қателеспесем американ ер адам болды. Және кішкене ұйқылы ояу болды. Сонымен мен ойладым, бұл кісі басқа мемлекетте тұрып жатқан шығар, қазір уақытын сәйкес келмей жатқан шығар дегендей болды. Және өте басында қатал болып көрінді маған. Себебі бірінші бөлімнің өзінен маған сұрақ қояды, мен бір сөйлем айтамын, екінші сөйлемді айтқанымша жауап тастайды да мен аузымда. Келесі сөйлемді қояды бірден. Мысалы, немен айналысасың дейді да, мен онлайн жұмыс жасаймын мен деп екінші сөйлемді айтып келе жатсам, өзіңе жұмысың ұнайды ма деп резко не істеген кезінде кішкене менде қорқыныш болып қалды да, бірден маған мүмкіндік бермей жатыр, ашылуға неге өйтіп жатыр деген секілді ой болды. Екінші бөлімде енді ол бірақ ол норма, негізі ол норма. Сондай short and sweet деген содан шыққан ғой, то есть первая часть всегда надо быть short and sweet, то есть өйткені олар жаңа бітіп, ол жаңа warm-up ретінде жүреді де оларға жаңа сіз тез жауап беруге. Сондықтан да бұл жерде қаталдық деп те айта алмаймын, бірақ енді өзінің норма негізі. Бірақ енді сондай көрінген шығар сол жерде. Кәттір бокс үшін сол өте қатал болып тұр ғой ол жерде. Иә, сондай болып тұр. Бірақ сөйлесіп менің мұжып сол жерде, ал бірақ сондай мүмкіндік болмады. Екіншісінде speaking part 2-де сол advertisement болды. Tell about the advertisement that you didn't like деген есіңізде ме алдында мен мынау. Иә. Туралы бір advertisementті көрдім деп айтқан едім ғой. Сол жылдам дайындалып, сөйтіп соны айттым. Ровно уақытында үлгердім. Ең соңында жаңағы соңғы сөйлемімді әдемі аяқтаған кезімде уақытың бітті деп айтты да, сөйтіп қосымша сұрақ қойды. Сол advertisement туралы сұрақ қойды. Қазақстанда қандай жарнамалар қазір кезде өте атақты, celebrities пен advertisement екеуінің коллаборациясы жақсы ма, негізі сен ол туралы не ойлайсың дегендей. Сол алдында дайындалған сұрақтарым болды. Сол мен тура солай жауап бердім, бірақ ол кісі көбірек қазбалады соңына қарай. Неге олай ойлайсың, неге сен қалай ойлайсың, сен келісесің ба деді. Мен енді барынша айтуға тырыстым, бірақ бір сұрақты маған қайта қоя бергендей болды да, және мен ол сұрақты дұрыс түсінбедім ба, неге ол маған қайта қойып жатыр деп
соңына қарай өзім сондай де болған ғой. иә қиналып кеттім, анау сырғып жатырмын, ары қарай уже ештеңе шықпай кетті да. Сөйтіп соңына қарай болды, рахмет дегеннен кейін деп шықтым ғой. Енді бұл жерде өзіңіз содан кейін шыққаннан кейін айтыңыз, 20 минутқа созылды Иә. деп айтыңыз, иә? Қателеспесем. Иә. Ол енді 20 минут негізі, обычно негізі speaking part, вообще негізі speaking часть, это 11-14 минут қой максимум негізі. Бірақ енді 20 минутта болу мүмкін, жаңағы ол жаңағы организационный момент, сондай нәрселер болса ғана 20 минутқа созылып кетуі мүмкін, бірақ негізі түбінде негізі 11-14 минут қана болу керек, максимум 15, одан артық емес. Бірақ енді 20 минутқа да созылуы мүмкін деген ақпарат бар, сондықтан да, может быть, это нормально было. Но опять же, ол жерде можно было бы пожаловаться, бірақ енді біз, бірақ оны жалобаны, опять же, сразу шыққаннан кейін жалоб жасау керек еді, оны, если бірақ бізге ұнамаса 20 минутқа созылғаны, мысалы, что-то не то деп. Бірақ оны жаңағы сразу шыққан кезде айту керек, оны кейін уже не получится. Осындай жалоб жасауға уже не получится. Сол кезде сразу шыққаннан кейін мынау экзаменаторларың дұрыс жасаған жоқ деп, сразу соны істеуге болады. Бірақ ол жерде, енді болған іс болды ғой, енді бірақ ол кезде уже ойлайсың ғой ол нәрсені. Сосын жаңағы қазбалай берді деген сұраққа келетін болсам, видимо, он хотел услышать другой, жаңағы сұрақты дұрыс түсінбеген шығарсыз, өйткені сізге сұрақ қойған, видимо, сұрақты өте дұрыс түсіну керек. Жаңағы writing task 2 сияқты ғой, егер де біз сұрақты дұрыс түсінсек, дұрыс жауап жазамыз да. И бұл жерде, видимо, ол да бір сұрақ қойған, және он хотел, может, басқа бір сізге түсіндірдім ғой, видимо, он хотел услышать другую сторону деп сөйтіп айттым, сосын сіз білмеймін, ол жағын шығара алмадым деп айтыңыз. Енді бұл жерде сол ғана қатты рөл ойнап кетуі мүмкін деп тұрмын да. Енді жаңағы 6,5, мысалға мен 6,5 мен мүлдем келіспеймін. Өйткені бұл жаңағы сіздің ең жаңағы супер жаңағы силаңыз ғой негізі спикинг деген, ол енді оны жұрттың бәрі біледі. Сондықтан да кешеде жаңағы объявлять еткен кезде барлығы шок болып жатыр, Нұртаң да жазып жатыр, пусть пересдаст деп айқайлап тұрып кәдімгідей поддержка ретінде сөйтіп бәрі аягөз де жазып жатыр, аягөз де айтып жатыр. Мүмкін емес, ол қалай 6,5 мақалы мүмкін емес, пусть пересдаст деп қояды. Енді пересдастқа қайдам оны дедім, бірақ енді бұйыртса енді мы не согласны с этим, поэтому енді апелляцияға беруді жөн көрдік. Енді бұйыртса, енді жауабын күтеміз, бұйыртса енді. Поэтому енді сол бір ой бар. Енді ол жерде қанша балл қосса да, кейде 1 баллға дейін қосуы мүмкін дейді оқығаннан. 0,5 та қосуы мүмкін. Бірақ 0,5 болса, опять же, бізге общий баллымыз 7,5-ға ешқалай әсер етпейді. Өйткені даже кішкене округление болғанда, олар төменге округлять етеді. Ешқашанда балды қосып бермейді да, жаңағы, например, 7,3 или 4 болып тұрса, жаңағы, или, например, 7,6 болып тұрса, 8-ге айналдырмайды да, өкінішке орай, олар төмен береді по-любому. Сондықтан да енді біз бәріне дайынбыз, енді главное, біз не согласны, сізде онымен не согласны, онымен бүкіл қауым, бүкіл Қазақстан, біздің дебат клубтың мүшелері, conversation клубтың мүшелері, ешкім ол немен, өйткені бәрі біледі. Янаның өзі, кеше тоже қыздармен сөйлесіп жатырмын ғой, Янада қалай 6,5 мен кішкене таңғалып тұрмын дейді. Енді ондай болады экзаменде, поэтому енді бұйыртса көреміз, видимо, сол жағынан жаңа кішкене сол оған керекті ойды бермегеннен кейін де мүмкін де жаңа 0,5-ті ұстап қалған шығар деп жадыны кетіп қалуы мүмкін енді, бірақ көреміз результат қандай болады. Мүмкін жақсы болатынына сенемін все-таки результаттың бұйыртса. Иә, осылай өтті десеңізші. Иә, 5 ай. 5 ай, былай қарасаң, ұзақ уақыт, сонымен қатар қысқа уақыт. Негізі мен ұзақ дайындаламын деп ойлағанмын, асықпай 1 жылдай дайындалып тапсырамын деген, бірақ райтингқа келген кезінде әбден қиналдым. Ары қарай бұндай стресста жүре алмайтынымды түсіндім да, себебі болды стресс қой, жазасың, бірақ дұрыс емес жазып жатсың, тағы жазасың, тағы ол да дұрыс емес. Ал тағы жазасың, ол да дұрыс емес. То есть бір нәрсе түсініксіз болып жатыр. Иә, сондай болып жатыр. Мен даже өзімнің құрбыларыма да айтып жатырмын ғой, уже мен тапсырайын деп жатырмын, мен өзім білмеймін, не үшін мен өзімді қинап жүрмін деп. Сондай болды. Бірақ сол негізі жүйелі түрде дайындалып, және бұл жерде ең маңыздысы негізі деңгей өте үлкен рөл атқарады. Мысалы, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced оның әрқайсының ойлау қоры әртүрлі. Қанша сықсаң да, мысалы, сен advanced деңгейіндегі сөздерді білмесең, олар шықпайды сенен. Сондықтан да бұл жақта менің өзімнің де деңгейімде бұл жақта әсер етті. Одан кейін бұл деңгейлік курс емес қой IELTS деген. Мысалы, IELTS-та оған саған дегідей барлық ақпарат берілмейді. Иә, олта сен өзің барыңмен жасайсың оның барлығын. Солай болды. Соңына қарай мен жаңағы өзім тіпті қаңтарда тапсырамын деп ойлаған едім ғой, сіз бірақ айттыңыз ғой, қаңтар емес, кішкене
ақпанның соңына қарай, наурыздың басына қарай тапсырған дұрыс. Сол жаққа қарай. Өйткені сұрақтар ауысады ғой. Өйткені январьда жаңа сұрақтар болады да. Мен білдім, жаңа сұрақтар болса, значит, жаңа сұрақтарды көріп алуға болады деп, сосын жаңа сізге жаңа реклама туралы берген сол ғой. Иә, сөйтіп, иә, менде еще не болды ғой, мен 20, так, бүгін не ол өзі, четверг па? Негізі осы апта тапсыруым керек еді ғой, мен 27-сіне, 24-сіне, сенбе осы аптаға тапсыруым керек. Және осыдан бір ай бұрын олар маған хабарласты да, ол күнге бізде компьютер деливерет болмайтын болды. Бір апта алдыға, не бір апта кейін де жылжытамыз деді. Мен бір апта кейін болса, ой, бір апта өйтіп стресс базарып жүре алмаймын деді. Жоқ, мен болды, бір апта алдыға жылжытамыз. Тек қана сенбі ғана бос болдым да, сонымен сол күнге ғана қоя алдым. Сөйтіп, сол сенбіге қойдым, бір апта бері қарай жылжығаннан кейін ол да мені кішкене итермеледі. Тура сол IELTS-қа бір күн қалған кезде біз райтингнің барлық түрін бітірдік қой, соңғы түрін. Сол IELTS-қа бір күн қалған кезде біз сол кезде өттік. Бірақ сол ең біріншісінде сол лайнграф түскен кезінде қатты қуандым мен, себебі лайнграф мен әжептеуір зерттедім ғой, әжептеуір ода. Қатты қиналғансыз мен сол лайнграфта. Ал екіншісінде біз жекеде болған кезінде жаңағы discuss both views-тен бастадық қой. Сол discuss соған кетіп қалдым да. Соны не көрсем де сол туралы ойлап тұрдым, мен сол деп шатастырып алдым өзім. Бірақ сол жеті болып тұрғанда мен өзім жаңағыдай кәдімгідей көрген кезде түсінбеймін ғой. Өзім сенбеймін десе. Неге маған бұлар беті беріп тұр? Сіз айтқан апелляцияға беріп, маған 6-5 берулері керек деп айтамын. Иә, мен өткенде сол айтқаным сол ғой, онда апелляцияға беріп, түсіп берсін райтингді. Иә, жеті болу мүмкін емес, қалай деп. Сондай болды. Керемет. Иә, опять же, бұл жерде өте маңызды нәрселер айтылып жатыр, оқырмандар, менің сүйікті оқырмандарым. Өйткені IELTS ол деңгейді көтеретін курс емес. IELTS-қа дайын деңгеймен келу керек. Сол кезде мынандай стресс болмайды. И то жаңағы Ұлбекенің ол практикующий ағылшын тілінің мұғалімі. Азаннан кешке шейін оқиды да жүреді. Бір курсты білсе, екінші курсқа қайта жүреді. Орын болмай қалса IELTS тапсыра салады. Орын болмай қалса CPA-ге кетеді. Сондай шәкірттерімнің бірі өзіме ұқсаған. Сондықтан да бұл жерде ең маңыздысы деңгей. Деңгейлеріңіз жоғары болса, ондай қатты қиын болмайды. Жоғары балл алу мүмкіншілігі де өте жоғары болады. Ал егер де деңгейлеріңіз төмен болатын болса, конечно, ол кезде қиын. И бұл жерде мысалға жаңағы Ұлбеке өзінің табандылығымен 7,5 алып тұрса, ол көп жағдайда қанша жерден деңгей интермит болса да 7,5 алу мүмкін емес нәрсе ол мысалға бұл жерде. Сондықтан да бұл жерде өте маңызды нәрсе айтты Ұлбеке. Бұл IELTS-қа жазылған кезде көбісі маған сөйтіп жазады, өткенде өзіміздің енді коллегаларымыз ғой, енді ұрсайын десең сол жаңағы мен IELTS-қа жазылғым келеді, менің деңгейімді сөйтіп көтергім келеді дейді. Қалай ол IELTS деген деңгейді көтеретін нәрсе емес қой. Деңгейді көтеру керек болса, деңгейлік курсқа жазылыңыздар. Неше түрлі курстар толып жатыр. Маған болмаса, Ұлбеке болмаса басқа миллиондаған курстар толып жатыр ғой. Деңгейлеріңізді көтеріңіздер, содан кейін барып IELTS-қа келіңіздер. Бірақ енді көбісі меня заставляет қазір мектептен де көбісі IELTS-ты сұрап жатыр, бірақ енді IELTS мектептің деңгейін білеміз, мектепте жаңағы мұғалімдердің деңгейі төмен болғаннан кейін оларға тіпті қиын, өйткені General English пен IELTS-ты алып жүру өте қиын. Сондықтан да ең бірінші ағайын деп қойғанда, ең бірінші деңгейлеріңізді көтеріңіздер. Содан кейін барып қана IELTS-қа дайындалсаңыздар, өздеріңізге оңай болады, өздеріңізге жақсы болады. Иә, дұрыс қой? Одан бөлек қазір қызым мен IELTS-қа дайындықты бастаған кезде жаңағы WhatsApp-та да IELTS деп жазамын, Telegram-да да IELTS деп жазамын, сонымен IELTS-тың жарнамасы шыға береді ғой жаңағыдай маған. 2 айда дайындаймыз. AI работает, Artificial Intelligence работает. 2 айда дайындаймыз дегендер шыққан кезде мен кәдімгідей ойлайтынмын, бұлай жазады, мүмкін емес қой, ол 2 ай, 3 айда дайындалу, ол мүмкін емес. Менің өзімнің негізі дайындалған уақытым өте аз болып есептеледі, 5 ай деген. 5 ай деген өте аз. Мен өзім асығып, жаңағыдай шыдай алмай, өзім бәлкім мүмкін дайындалғанда одан да жақсы балл болатын бет деген ой бар. Сонда асығудың қажеті жоқ. Жаңағыдай көбісі тек қана IELTS-қа да байланысты емес, деңгейлікке де келген кезде бір айда бір деңгейді бітіріп тастай аламын ба деген секілді әңгімелер болады ғой. Сондықтан да керісінше жүйелі түрде ұзақ оқыған дұрыс. Одан кейін үлкен көмек болған әсіресе қызы сіздің айтқаныңыз, басқа ешқандай ақпарат, басқа ешқандай ресурсты қарамаңдар. Тек
қана сіз берген ақпаратпен ғана жұмыс жасадық, тек қана сіз берген материалмен ғана жасадым. Мысалы мен жаңағыдай болды, кейде искушение болады ғой, мүмкін мұғалімдер басқаша үйрететін шығар, мына жақта не айтып жатыр екен, оларға басқаша бір әдістер үйретіп жатыр ма деген секілді ойлар болады. Бірақ жоқ, осымен ғана дайындалу керек деп, одан артық басқа ақпараттармен басымды забивать еткен жоқпын. Тек қана сіз не беріп өзі былай жетті ғой. Оның өзінде уақытты жасау, соның арқасында. Өйткені оның алдында Лаура тичер тоже 8 алған еді ғой, оның алдында. Ол кезде соны айтқан тұғын. Әсел Серікова не айтты, полностью істеңіздер деген. Басқа нәрсеге қарамаңыздар. Енді тура сол нәрсені сіздер тұрсыз да, инструкция берілді ма, былай жаса деді ма, қырылыспа, соғыспа, қарсы келме, жаса. Жоқ, олай емес. Сіздерде болды жаңағы. Мен ана жақтан көрдім, маған сөйтіп жаз деп айтты ғой сіз. Мен қайларым ғой, естеріңізде ма? Вообще қарамаңыздар, запрет, мен кәдімгідей запрет бердім. Басқа мұғалімдердің, немесе ютубтан, гуглдан, еш жерден еш нәрсе қарамаңыздар. Мен не айттым, мен не бердім, соны істесеңіздердің өзі, міне осындай болады. Рейтингтеріңіз кетіп, шыға кересіздер. Ол рас. Ойланып, анадан мынаны үйренемін, мынадан мынаны үйренемін дегенше, лучше бір адамның артынан жүріп, бір ғана сол жүйемен соның өзін дұрыс орындау керек болды. Одан кейін сіздің жазғаныңыз, бердіңіз ғой тапсырма, мысалы жаңағы кітаптар бойынша күн сайын орындау. Мен басында күн сайын орындадым, бірақ өте қатты шаршадым да, сөйтіп не істедім. Күн ара орындайтын болдым. Күн ара орындағанда да енді менде жаңағыдай бала-шаға таңға жуық бір орындаймын, түнде біресе свет өшіп қалады, біресе анау болып қалады, мынау болып қалады, соны өзінде қой деп, сөйтіп өзімді жасап, не істеп қинап орындадым, бірақ барлығын бітіре алмадым, арасында қателесем бір 2 кітап қалып кетті. Ничего страшного. Барлығын былай бітіруге тырыстым, бірақ өте көп. Өйткені ол, опять же, олардың кейде болады жаңағы, опять же, ондай нәрселерді, онда Кембридж тесттерді қалай орындау керек. Оны кейбіреулер жасай береді да, бірақ анализ жасамайды. Бұл жерде ең маңызды нәрсе, жасағаннан кейін анализ жасау керек. Неге бұндай қате болды? Неге ондай болды? Деген сияқты өте үлкен жұмыс жасау керек. Бұл тек қана жай ғана істеп қоя салмай, анализ жасау керек. Неге мен ондай қате кетірдім? Неге мен ондай қате кетірдім деп міндетті түрде анализ. Бұл жерде қанша Кембридж тест жасағаныңыз өте қатты маңызды емес, бірақ ол өте қатты көмектеседі. Бірақ даже біреу, екеу, бесеу. Мен есімде жоқ, Лаурамен қаншасын жасағанын мен қазір тоже біз көп жасаған жоқпыз. Тапсырды да барып өзінің балын алды мысалға, опять же да. Бұл жерде өйткені анализ жасау арқылы ғана адам өседі. Атақ, если қатемен жұмыс жасамасаңыздар, деңгей де өспейді, бал да өспейді. Мысалы, мен алғаш орындаған кезімде былай дұрыс естігенімен қате жазғандарым болды. Мысалы, бірінші айын, кейін күнін жазу керек. Жаңағы one word with or, and or number деп тұрды. Мысалы, бір сөз қасында бір саны болу керек, немесе санның өзі ғана болу керек. Соларды жазу, жаңағы арасындағы хайфенді тастап кету, бөлек жазылатын біріктіріп қойып, керісінше бірге жазылатын сөзді бөлек қойып жазып қою. Одан кейін жаңағы сандар болады, ол жерде сандарды беріп отырады, мысалы солардың барлығын ұстап алып отыру. Соларда кейін қатемен жұмыс жасаған кезде, сол кезде түсінікті болады да, қай жерден қате жіберілгені. Келесіде одан кейін жасағанда да мысалы ол қателер менде болған жоқ. Алдында көп болатын. Кейінгілерде менде қате тек қана жаңағыдай бір сөзді дұрыс ұстай алмай қалсам, сондай болды. Жаңағы қиын бәрібір кейбір сөздер болады. Түсініксіз, одан кейін акценті бар. Әр ненің спикері әртүрлі сөйлейді ол жақта. Біреу қатты өзінің акцентімен сөйлейді, итальяндық болмаса, мексикандық, қытайлық болсын. Түсініп алу, сондайлар болады. Жаңағы рейдингда да біз түрде қатемен жұмыс болды. Сабақ, мысалы, қазір ойлаймын да, мысалы, көптеген курстарда қараңыз, бізде 1 сағатқа ғана жазыламыз ғой, 1 сағат береді, 1 сағат біткеннен кейін болды, сау болыңыздар деп жібере салады. Әсел Серікқызы бізде 2-3 сағатқа дейін ұстайтын. Ары қарай қатесін қинап, до конца миының ішіне кірмейінше қайта айтып, неге оны таңдады, мініп тұр ғой ол мына жерде, неге сен оны ойдан шығарып отырсың деген секілді. Сондай ойлаған кезде қатемен жұмыс жасалғаннан кейін кейінгі жауаптар көбірек болады, дұрыс жауаптар. Керемет. Мына жақта барлығы құттықтап жатыр сізді. Басқа бал болады деп ойламадым да дейді. You deserve this band дейді. Бану сердечки любовь отправляет. Супер құтты болсын, молодец дейді Назым, өзіміздің командирдің қыздары, дебат клубтың қыздары, Айгүл керемет дейді. Молодец Ұлбеке дейді. Барлығы сізге керемет деген құтты болсын. Нұртан
құтты болсын деп жазып жатыр. Сәуле отты шашып жатыр. Иә. Компьютер delivery тапсырдыңыз ба дейді. Осы туралы кішкене айтып өтейік. Иә, сіз компьютер delivery'ді тапсыруға шешім қабылдадыңыз. Не үшін? Себебі мен өте жылдам жазамын компьютерде. Мен өзім компьютермен жұмыс жасаймын ғой, онлайн жұмыс жасаймын. Көптеген тапсырыстар орындаймын, жаңағыдай эссе, жобалар жасаймын. Сонымен маған жазу оңай болды. Одан бөлек мен жазған кезде асығып жазсам, мен өзімнің почеркімді өзім түсінбеймін кейін. Менде сондай қорқыныш болды да, мысалы райтингда мен мықты жазуым мүмкін, бірақ менің почеркімді түсінбей қалса ол жерде. Одан кейін райтингда мысалы егер жазатын болсаң, оны қайтадан көшіріп жазу уақыттыңды алады да, бір нәрсені өзгертетін болсаң, ал компьютерде просто жаңағы вырезать етесің, кейін ана жаққа вставить ете саласың, оңай ол жерде. Сөзді қосу да, алып тастау да оңай. Одан кейін listeningнан да, readingнан да маған компьютермен орындау өте оңай болды. Мысалы, listeningде өте үлкен плюс, егер paper based болса, онда бір аудиторияда басқа адамдармен отыратын болсаң, бір ғана аудионы бүкіл аудиторияға береді. Яғни бәрімен бірге тыңдап отырасың. Бұл жерде кішкене дұрыс емес естіп қалуы мүмкін, біреу жөтеліп қалуы мүмкін, бір шықыр болсын, басқа distraction болсын, оның барлығы әсер етеді. Ал компьютер delivery'да әрқайсымыздың өзіміздің тақабымыз болды, және оның дауысын жоғарлатуға болады, басыңкетуге болады. Дауысын жоғарлатқан едім, тіптен айналамдағылардың дауыстары тіптен естілген жоқ мысалы. Сондықтан да мен толықтай соны естідім. Ал үйде мен listeningді дайындалған кезде, үйдегі бала-шағамен дайындалдым ғой, олар айғайлап жүреді. Мен солардың шуымен отырып дайындаламын да, ол да маған көмектескен сияқты, жаңағыдай шуға қарақтан соны байқап отыру. Ал ана жерде наушник болған кезде ешқандай distraction болмағанда кішкене одан да көбірек бала алуға мүмкіндік болды да. Сондай. Readingда да үлкен плюс, ол жерде жаңағы выделить етуге болады, highlight жасауға болады сөздерді. Және мысалы мәтін тұрады, и қасында сұрақтары тура қасында тұрады. Ана жақтан алып қарап отырып жасай бересің. Сондықтан да одан да маған өте жеңіл сол болды, чем былай да гөрі. Мен басында шығарып отырдым, сіз жіберген мәтіндерді шығарып отырдым, бірақ маған ол қиын болды керісінше, мәтінді бүйтіп қарап, ашып оқу. Ал компьютерде тұрса, мен әбден компьютермен жұмысты үйреніп қалғанмын ғой. Сондықтан бір сөзді көремін да, сол сөзді табу, өзімнен жаңағы сканинг жасау өте оңай болды да, жылдам тауып керек жерлерді. Сондықтан да егерде тез компьютерді тере алатын болатын болса, компьютер сіздің ең жақсы көретін досыңыз болатын болса, онда міндетті түрде компьютер бейсті рекомендуется, конечно. Бірақ енді жоқ, мен сияқты жаңа бүйтіп жай жазатын адамдар болсаңыз, онда, конечно, paper based керек қой, иә. Лаура жазып жатыр, құтты болсын деп жатыр, overthinking біздің ерімізді құртады деп жазып жатыр. Overthinking енді, иә, құтты болсын дейді, speaking-ді қалай өте оның барлығына жауап берді. Hello, I'm so glad to see you дейді, еркін көзаққа сәлемдеме жасап жатыр, сізге құтты болсын деп жатыр. Ұлбеке ханым мықты дейді, әсел, Назым супер дейді, жұғысты болсын барлығымызға дейді. Ұлбеке ханымның еңбекқорлығына риза болдым дейді, үлгі тұтып өзімді бір сілкіп алдым дейді, әнекей мотивацияның гүлі. Ұлбеке, қаншама адамдарға мотивация бердіңіз, иә. Ұстазыңыз да өзіңіз де мықтысыздар дейді, рахмет. Молодец, Ұлбеке дейді мына жерде. Skills, language level. Дұрыс айтасыз. И плюс еще и thinking skills өте маңызды. Пробный тесттерде reading, listening қанша алып жүрдіңіз дейді. Енді оны айттық қой жаңағыда. Кейде 8,5, кейде 8 дейді әсірлі болды. Екі айда disgusting деп жазып жаңағы біздің. Екі айда ағылшын тілін advanced көтеріп жүремін деген. Сол да бұл жерде. Hello, dear Әсел, сен ханым сізде IELTS тапсырғансы. Әсел сен әлі тапсырған жоқ, бұйырса, ол күнге де келеміз. Так, эксперт плагиат Әсел Кериковна дейді. Так, снять что-то плохо ловит вот Кичи дейді. Так, сіздерде оқу арман ғой дейді. Өте көп нәрселер жазылған, барлығы сізді құттықтап жатыр. Енді мықты мамандар деп жатыр, енді менің интернетім видимо нашар болып тұрған сияқты, мына жерде жазып жатыр. Енді болашақта, келешекте ағылшын тілін деп IELTS-ты тапсырамын деген кандидаттарға қандай кеңес бересіз? Мына жерде көбісі кеңес сұрап жатыр сізден. Сол кеңесіңізді айтып өтсеңіз.
ең біріншіден деңгей, жаңа өзіңіз айтқандай деңгейді көтеріп алған жақсы. Мысалы, преинтермедиат деңгеймен дайындалу өте қиын. Бәрібір, мысалы, менікі аппа интермедиат дегеннің өзінде де өте көп түсінбеген тұстар өте көп болды. Мен осындай блоктар болды. Неге мен түсінбей жатырмын? Оқимын мәтінді, түсінбеймін. Кәдімгідей сондай сәттер болды. Сондай болмас үшін алдымен деңгейді көтеріп алған жақсы. Сол кем дегенде аппа интермедиатқа дейін көтеріп алған жақсы. Екіншісі, ол әрине маман, жақсы маман өз бетінше дайындалғанның еш бәлкім ондай адамдар бар, өз бетінше дайындалып күшті көрсететін. Бірақ менің жігерім иә, дисциплина, мысалы, менде ондай емес. Маған бір рет төбемнен шығып тұру керек. Сол шығып тұрса, жылдамырақ қимылдаймын. Сондықтан жақсы маман табу керек. Бұл жақта әсел қыз енді әжептәуір тәжірибелі кісі. Қанша оқушылар алып жатыр ғой, қандай жоғары балдар алып жатыр. Сондықтан да сондай тексерілген, сенімді адамға жазылу керек. Жаңағыдай 2 айда, 3 айда дайындаймыз дегеннің барлығына аулақ болыңыздар. Оның барлығы жай ғана алдау, маркетинговый ход. Маркетинг. Иә, жай ғана ақшаны сыпырып алудың амалы. Себебі көптеген сондай курстарда қатемен жұмыс жасалмайды. Бұл жерде ең маңыздысы сол қатемен жұмыс. Тіпті райтингда, мысалы, мен егер бір эссені жазсам, мысалы, әсел қызы жоқ, бұл дұрыс емес, бірақ кейін жазасың ғой, келесін өте берейік деп айта салса да болатын еді, бірақ әсел қызы бір эссені маған 2 рет, 3 рет жазғызатын. Кейде бір эссені қайта-қайта добивать етіп, пока сол тақырыпқа сай болмайынша, өзінің деңгейіне сай болмайынша, біз қайта-қайта жаза берген болатынбыз. Соңына қарай біз күніне уже 2-3 эсседен жазып жүрдік. Наверняка барлығына практика жасалу үшін. Сол нәрсе. Одан кейін тағы да маңыздысы, IELTS тапсырмастан бір ай бұрын бәлкім мок тест тапсырған дұрыс, барып көрген. Мен сөйтіп көрем дедім, бірақ менде уақыт болмады, көптеген мәселелер болып кетті, анау болды, мынау болды. Сонымен бармадым. Бірақ негізі барып атмосферасын сезініп қайту керек екен. Себебі мен барған кезде, мысалы, онша түсінген жоқпын, не істеуіміз керек, қалай отыруымыз керек. Даже ютубтан сондай видеолар көргеннің өзінде, ол көрген бөлек, барып соны сезініп көрген, ол бөлек нәрсе да. Анау, мысалы, listening, readingді, мысалы, мен өте жылдам бітіріп тастадым да, 40 минутта бітіріп тастадым, кейін қайта-қайта қателерімді қарап, жөндеуге тырыстым, солай болды. Ал райтингда жаңағыдай 1 сағат деген, былай қарасаң, 1 сағат өте ұзақ уақыт қой, мен отыра беруге болады деп ойлайсың. Ал ана жерде ұшып кетті, жаңағы 15 минут қалған кезде мен түсіндім ғой қате жібергенімді. Одан кейін анау кішкентай ғана, мысалы, 4-ақ сөйлемді абзацты жазып, сөздерге бет қарап шыққанша 15 минут кетті да. Сонда мысалы ананың өзі мен 10 минут жаздым, 4-5 сөйлемді 10 минут жаздым, анаға 5 минут кетті. Қалай 1 сағат ұшып кеткенін сезбей қаласың. Сол уақытты сезу үшін де сондай барып мок тестті тапсырып көру керек. Сол кезде кішкене қорқыныш болмайды. Менде сол қалай болады екен деген қорқыныш көбірек болды. Иә, сол мок тест енді бара алмай қалдыңыз ғой. Енді ол сіздің бұл негізі экзаменге тапсыру процесі өте қиын болды. Вообще негізі өте көп қиындықтарға тап болдыңыз ғой. 1-2 аптаның ішінде балаларыңыз ауырды, тура 1-2 күн қалғанда больницадамын дейді ғой Ұлбике. Мен ана жерде уже менде депрессия басталды ғой уже. Менде стресс басталды. Ана жерде бала-шаға кәдімгі енді өте қатты қызы ауырып, сөйтіп больницаға түсіп қалды. Сөйтіп больницадан эссе жазып жүрдік қой. Сондай өте қиын нәрсе, тісі ауырды енді. Көп қиындық болды негізі. Оңай тапсырылған нәрсе емес, бірақ барлығын жеңіп шықтыңыз. Иә, менде мен негізі өзім айтам да, өзіме белгілер болады деп, белгілерге сенуге тырысам да, жақсыға жоруға. Бірақ менде ең біріншісі жаңағы ноутбугым бұзылып қалды ғой, қосылмай қалды. Сол кезде үлкен паника болды. Менде барлық материалым оның ішінде, бүкіл жаңағы парольдарым соның ішінде, басқа ноутбукпен қосыла алмаймын. Сөйтіп сол болды. Оны әлі жөндетіп жатырмыз. Ол уже қанша 2 айдан асып кетті ма, ол оңай жөнделмейтін нәрсе екен. Ол сол болды. Одан кейін бір күні өзімен алды, түн ортасында тісім ауырады ғой. Ол тіс ауырған деген енді ол сұмдық екен. Ол басқа жерің ауырғаны ештеңе емес, тісің ауырғанда миыңды тесіп кетеді. Шыдай алмағаннан кейін ертесіне барсам, тоғыз тісіңді емдету керек, күн сайын келесің деді. Оған күн сайын барып отыр, ол 1-2 сағат уақыт алады, ол да сондай болды. Одан кейін телефонды сындырып алдым. Одан кейін жаңа қызыммен сол сол аптада, иә, біз ойдағықта ауруханаға түсіп қалдық, қызым қатты ауырды. Сөйтіп ауруханаға түсіп қалдық та, ол жақта да менде паника болды. Қалай болады екен деп, бірақ қайғысы деп бәрібір үзбей жатырмын ғой жақта деп, иә, сонда да жазып, қатемен жұмыс жасап, түнде бәрі ұйықтап қалған кезде қарап, ашып көріп, қайталап барлығын, не дұрыс болған жоқ, не дұрыс болды деп сөйтіп қарап шықтым. Шығатын күні де жаңағы сол тест болатын күнде сол қызым ауырып жатыр, кішкентайым да ауырды ғой сол кезде. Таң азан, одан кейін андай ғой, емтиханның алдында ұйықтай алмайсың ғой, бәрібір қанша ұйқың келсе де түнде қайта қобалжып, ішің ауырып, басың ауырып, қалай болады екен, сондай бәрібір болады, қанша релакс болсын десең де бәрібір уайымдайсың.
Солай болды. И мен білмеймін неге екенін, мен бірақ ойладым, көбісі компьютер бейс қазір тапсырмайтын шығар. Мен барғанда жалғыз өзім жылдам тапсырып қайтамын деп ойладым. Барсам адам көп, жаңағы 5-6 адам жүр, қыздар жүр, ата-анасымен келгендер бар. Сол кезде кішкене түсінбей қалдым, бұлар неғып жүр, неғып бұлар paper based тапсырмайды. Нелер бар бұлардың компьютерде. Қазір жастардың көбісі осы компьютер бейс тапсырып жатыр, особенно мектеп оқушылары көп тапсырады. Енді бәрі емес, бірақ компьютер бейс негізі оңайырақ соны таңдау деп ойлаймын. Тапсырған оңайырақ болғанда не в том смысле, а вот именно то, что жаңа былай өшіріп тастау, жаңа өзіңіз айтқандай выделить ету, сондықтан шығар деп ойлаймын. Иә, керемет. Сондықтан да осындай қиындықтардың бәрін жеңіп отырып, Ұлбике керемет 7,5 балл алды. Оның ішінде мен даже спикингнің 6,5-ын көрген кезде, райтингнің 7-сін көргенде мен даже спикингді ұмытып кеттім. Кейін барып қарасам 6,5 тұру, сосын сразу звондап, так дорогая, так не пойдет. Либо пересдаем, либо апелляция. Деп сонымен сөйтіп сондай болды. Сондықтан да құттықтаймыз, бүкіл қазақ елі құттықтап жатыр деп айтсақ та болады. Қаншама адам, әлі мына жерде көріп жатқан адамдар бар, одан кейін записте қаншама адам көреді. Сондықтан да осылай алтын уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге, осындай үлкен сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Құдай қаласа, осы сертификат берекелі болсын, бұдан да мықты белестерді бағындыратыңызға сенімдімін. Сондай күшті жаңалықтар күтеміз осы, Құдай қаласа. Тек алға, бұл тек, мен өзім өткенде айттым ғой, бұл тек қана бастамасы, әлі алда қаншама жеңістер бар, соған дайын бола беріңіз, Құдай қаласа. Рахмет сізге, әсел. Бұл жерде сіздің де еңбегіңіз зор ғой. Мысалы, кейбіреулер береді жаңағыдай, мән бермейді, қоя салады ғой, бірақ сіз әрбір өзіңізді оқушыңыз үшін жаңағы балет етесіз, сол үшін уайымдайсыз, сонша мотивация болды мен үшін, сонша сенім болды. Кейде болды, мысалы, менде андай болған жоқ қой, бір нәрсе үшін тапсыру деген, жаңағы тест, алда магистратура, болмаса жаңағыдай бір программамен қысқартқан, ешқандай ондай менде burning deadlines болған жоқ қой, ондай себеп болған жоқ. Сонда кейде бір қойшы осында жібере салайын ба, тапсырмай қояйын ба деген секілді ой болады ғой, бірақ сіздің жаңағы сеніміңіз, оны ақтауым керек, сонша уақыт кетіріп жатсыз, сонша беріп жатсыз, оның барлығын қалай болса да қорытуым керек деген сондай бір сенім болды менде. И шыға салысымен жаңағы бірден сізге жазып жатырмын ғой, ондай точно мен райтингді былықтырдым, мен точно биттім, былай сөйттім, осылай істедім дегенде сіз енді күту керек дедіңіз. Ол күткеннің өзі де қанша стресс, сонда да жоқ, мен естіп айтуым керек пе еді, мен бүйтіп жазуым керек еді деген ойлар болады. Бірақ қолыма алған кезде, нәтижесін көрген кезде ең бірінші сіз менің ойыма түстіңіз, себебі бұл сізсіз ол нәрсе мүмкін болмайтын еді бәрібір. Басқа адамға жазылғанда немесе өз бетімше орындағанда ол мүмкін болмайтын еді. Сонда сізге үлкен рахмет. Бәрі мүмкін. Үлкен рахмет сеніміңізге, Ұлбике, үлкен рахмет. Жақсылық тілейміз, бәрі де әлі де құттықтап жатыр. Бәрі congratulations Ұлбике деп, Лаура деген жолыңызды берсін деп жатыр. Сондықтан да бүгінгі күннің біздің мотивациямыз, сондықтан да осылай мотиватор болып жүре беріңіз. Рахмет үлкен сізге. Құдай қаласа жақсы жаңалықтарды күтеміз, иншаллах, тек қана алға. Одан кейін әсел оқимын ғой, ары қарай. Орын болғанда. Айтам, міндетті түрде. Жақсы, рахмет, Ұлбике, үлкен жолыңыз болсын. Рахмет, Жақсы, рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, аға.